Мен Қарағанды қаласындағы Тәттімбет Қазанғапұлы көшесінде тұрамын. Бұл кісі Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Композитор, күйші, домбырашы болған. Оның көп күйлері бар. Мысалға, Саржайлау күйі. Бұл күйде табиғаттың әсемділігі сипатталады. Былпылдақ күйі. Бұл күйде адамның ішкі жан дүниесін, қуанышын, ренішін бейнелеген. Тағы да біздің қаламызда Тәттімбет атындағы өнер колледжі бар. Абайдың атынан көше берілген. Мен сол көшеде орналасқан нөмір 3 гимназияның оқушысы 6 сынып Рахимжанова Раяна. Абай атамыздың мына бір өлеңін оқып берейін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезінді тілі орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас талапты ұғар, көңілінің көзі ашық сергек үшін. Түзу кел қисық қыңыр қырын келмей, сыртын танып, іс бітпес сырын көрмей, шу дегенде құлағың тосаң сыйды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қаламын алдыңғы айтқанды ұқпай, және айта бер дейді жұрт тыным бермей. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын иек сары ала қыз, кәрілікті жамандап өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіресе қызыл келмес деп жиренбеңіз, түбі терең сөз артық бір байқарсыз. Батырдан барым ташы туар даңғой, қызықшылда әуре жан ғой. Арсыз, малсыз, ақылсыз, шаруасыз, елірмелі маскүнем байқалған ғой. 5-6 мисыз бәңгі күлсем мәз боп, қинамай қызыл тілді кел, тілді ал қой. Өлеңі бар өнерлі інім сізге, жалынамын мұнда сөз айтпа бізге. Есіл өнек қор болып кетер төзге, сән қой, дән қой, ойнашы керім кербес, қанша қызық болады өзіңізге. Мен тұратын көше біздің атақты қазақтың ұлы жырауы Бұқар жырау Қалқаман ұлының атында. Бұқар жырау Қалқаман ұлы 1684 жылы туып, 1781 жылы қайтыс болды. Қазақтың ұлы жырауы 18 ғасыр жоңғар басқыншыларына қарсы қазақ жоңғар соғысының бастаушы әрі ұйымдастырушы атақты Абылай ханның ақылшысы. Бұқар жырау қазақ халқының жоңғар басқыншылығы тұсында елдің болашағын қыл үстінде тұрған кезде өмір сүріп, сол алмағайып замандағы күрделі мәселелерге өз жырларымен жауап бере білді. Осындай ауыр сәттерде Абылай ханға дұрыс кеңес беріп, ел жұрты басқыншы жауға қарсы күресте біріктіруге, бір тудың астына тостыруға күш салды. Өзінің саяси әлеуі мәнді жыр толғауларымен сол жалынды күрестің жыршысына айналды. Осы мақсатта ол Абылай ханды бірден бір қажетті басшы санап, оған халық бірлігін сақтап қалатын көсем тұрғысында үлкен сенім артты. Абылай хан да сол биік талаптаған табылып, елдің бірлігі мен жарқын болашағын үшін жан аямай қызмет етті.